Осындай асыл тастар сіздің де есік алдыңызда, қораңызда жатқан болуы керек, достар. Міне көрдіңіздер ма? Мына қытайлар арнаулы осындай асыл тастарды жинайтын қытайлар. Бұл Қытайдың Шинжаң өлкесіндегі ұйғырлардың осындай қорасына келіп, мына тастарды көріп жатыр. Бұрын олар білмеген, оның барлығын бетонмен қалап тастаған. Енді байқап жатыр, осыны мына Қытайға сатайын деп жатыр. Құрметті достар, жүрген жерлеріңізде тас көрсеңіздер, осылай тексеріп бақылап жүріңіздер. Мүмкін асыл тастар, байлықтар сіздің жолыңызда жатқан болуы мүмкін. Құрметті достар, бұл видео ұнайтын болса, онда лайк басып, пікір жазып, мені қолдап кетіңіздер. Және де мені жоғалтып алмау үшін менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Достар, егер де сіздер осындай тастарды анықтау үшін андай фонарик керек дейтін болсаңыздар, онда пікір аймағына жазыңыздар, болмаса профильде менің WhatsApp нөмірім бар, сол жерге жазыңыздар. Мен осы фонарикті сіздерге Қытайдан алдырып беретін боламын. Құрметті достар, мына видео өте ұзақ, сондықтан асықпай соңына дейін көріңіздер. Қызықтың барлығы соңында бұл жерден алған тасты апарып қалай өңдейді және оны қаншаға сатады, соның барлығын айтатын болады. Жақсы құрметті достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Видеоны соңына дейін көріп шығыңыздар.